жетістік жобасының келесі қатысушысы Айгүл ханым. Бизнес пен үй шаруасын бірге алып жүрген Айгүл ханымның жеткен жетістіктері туралы осы біздің жетістік жобасынан бірге білетін боласыздар. Құрметті достар, өздеріңіз байқағандай, әйел қауымы ол жаңағы барлық ауыртпашылықты өз мойнында болса да ешқандай берілмей, және де осындай бизнестер жасап жатқан жайлары бар. Енді біздің Айгүл ханымның екінші жаңағы бизнесі бар, ол осы тоже зергерлік күміс бұйымдарын сататын. Қазір біз сол жаққа қарай жол тарттық. Кеттік ендеше көрсетіңіз, сол жаққа барайық. Айгүл ханымға келдік. Қалыңыз қалай, Айгүл ханым? Денсаулығыңыз қалай? Кәсібіңізбен бізді таныстырып өтсеңіз. Мен күміс бұйымдар сатамын. Қанша жыл болды айналысқаныңызға? Осыған дейін қандай кәсіппен айналыстыңыз? Осы кәсіпке келу жолдарыңызды айтып өтсеңіз. Мен өзім тұрақты күміспен айналыстым, ортасында болды. Бір-екі кәсіппен араласқан. Базарда отырдым. 5 жылдың көлемінде, 5 жылдан кейін 2014 жылдар, 14 жылы деп денсаулығым сүрдер, сол бала босанамын деп базардан кеттім. Сіңліме беріп кеттім, 2 орным бар еді. Сіңлім отырды. Кейінен қызымның сәл мазасы болмай қалып, сонымен 1 жылдай үзіліс жасағанда орным жұмыс жасап тұра берді, ақшасын алып жаңағы. Солай жасадым. Сөйтіп сол орталықта Қырғы базардан 2 место сатып алып, киім ашам деп өзім білбеген саудаға ақша салдым. Ол да болды, бірақ мен көңілімдегідей болмады ма, білмеймін, ол солай болды. Кейіннен қайтадан осы өзім, мен тастап қойған жоқпын, бірақ осы өзімнің саудама қайтадан келіп не қылдым. Сол жылдар біраз қаржылай тапшылыққа сәл не болдым. Көрініп қалдым, солай өзімнің дұрыс жасамаған шешімдерімден. Сөйтіп, басқа бір заңғар деген неден аштым, орын жыл жерде отыру үшін, өзіме не создавать ету үшін. Бұл жерде саудам болып тұрған, бірақ мына жерге Баян Сұлтанға келдім көшіп. Мына жерде жақсы болған соң, ол жақта тағы местамды жауып, ол жаққа келдім. Ол жақта жақсы саудам болды, клиенттерім баяғы алдыңғы клиенттерім келді. Осы жерден алып қойды. Иә, солай неғылады. Сенімді, тұрақты клиенттерім. Негізгі мамандығыңыз сіздің қандай? Мен мұғалім. Негізгі мұғалімдерден молодец бәрі шығады. Еркін болуды аңсадыңыз ба, сонда бизнеске кетуде? Мен сондай шығардым. Еркін болуды аңсадым ба? Солай. Қалаған уақытында шығып, қалаған уақытында семьямен боламын, қалаған уақытында қыдыра аламын. Солай. Онан соң бұл жерде істеп жүріп, Юг-Ситиде 2-ші местамды аштым. Ол жерде жақсы сауда. Қазір біз баратын жақ қой 2-ші Юг-Сити деген. Бір өз басыңызбен жалғыз жаңағы 2 орынды алып отыру қиын емес па? Жоқ, сатушы қыздар істейді. Сатушы қыздар. Кісілерге де жұмыс беріп отырасыз ба? Иә. 3 қыз істейді, мына жақта 2 қыз істейді, бұл жерде 2 қыз істейді себебі. Ондан 10-ға дейін жұмыс жасайды бұл жерде. Содан кейін 2 күн түсіп, 2 күн басқаға түседі. Мына жақта тұрақты 1 қыз істейді. Егер аптасын постоянно жаңа ақшаға қиналған кезім болып едім ғой. Сол кезде местам жаңа орнымды клиент үйрету үшін деймін бе, өзім қалай бізде мысалға мына жақтың клиенті басқа зат сұрайды, ана жақтың клиенті мысалға арасы ұзақ болмаса да, ол жақтың клиенті басқа зат сұрайды. Клиенттерді изучать ету үшін бе, өзім 6 ай өзіңіз отырдыңыз? Тоқтаусыз істедім, иә. Күнде сағат 10-нан 10-ға дейін солдат болып кеткенмін. Солай істедім. Қазір енді қыздарды не аламын, бірақ аптасына бір күн мына жаққа шығуға тырысам, бір күн ар жаққа шығуға тырысам. Обязательно ол өзіме солай не қойған. Шықпай кеткен кезінде ұрсам өзім. Ол контрольға жақсы әрі. Бизнесті ішінен көруге жақсы дейсіз ғой, ішінен көріп өзің. Адамдар не сұрайды соны. Ассортимент ұстап тұру үшін, иә? Иә. Бізде 2 ай 3 ай 4 ай 5 ай 6 ай 7 ай 8 ай 9 ай 10 ай 11 ай 12 ай 13 ай 14 ай 15 ай 16 ай 17 ай 18 ай 19 ай 20 ай 21 ай 22 ай 23 ай 24 ай 25 ай 26 ай 27 ай 28 ай 29 ай 30 ай 31 ай 32 ай 33 ай 34 ай 35 ай 36 ай 37 ай 38 ай 39 ай 40 ай 41 ай 42 ай 43 ай 44 ай 45 ай 46 ай 47 ай 48 ай 49 ай 50 ай 51 ай 52 ай 53 ай 54 ай 55 ай 56 ай 57 ай 58 ай 59 ай 60 ай 61 ай 62 ай 63 ай 64 ай 65 ай 66 ай 67 ай 68 ай 69 ай 70 ай
15 күн сайын товар жаңартпасаң бізде андайдан қалып қаласың. Қазіргі заман. Модтан қалып қаласың. Модтан қалып дұрыс. Клиенттерің неғып қалады. Қазір бизнесіңізге қандай құралдарды қолданып жатырсыз? Или офлайн түрде ғана сатып жатырсыз ба? Мен тек осылай Тікелей сатып жатырсыз. Тікелей сатыламын, Басқа заманауи құралдарды ешқандай қолданып жатқан жоқсыз. Неге қолданып көрмеске? Неге білмейсіз бе әлде? Енді сіздер ойланып отырмын, сіздер көргеннен сол. Мен сол басында осындай саудаға үйрендім, содан осылай. Тікелей сатқанды ма? Базардан солай үйрендім, сол неменен әлі келіп жатырмын. Енді сіздің мастер-классқа барған немде сол, балам айтқан, сондай заман өзгеріп жатыр, техниканың заманы, мама жүрсеңізші мастер-классқа барайық деп, баламның апарғанын мен бардым. Алматыда Уәлихан деген қайынның баласы бар, ол да жеңге барсаңызшы деп сіздердің ссылкаларыңызды жіберіп маған жазылыңыз деп. Сол жас балалар ғой енді, 9 жасар, біреу 18 жасар, сол жігіттердің несіменен жаңалыққа не алып жатырмын. Дұрыс. Осындай жаңа кәсіппен нәсіпті бірге алып жүрген, барлығына үлгеріп жүрген, семьяны да бағып, бала шағасына да, жан-жарына да көмектесіп жүрген осындай Айгүл сияқты ханымдардың алдында басымызды иеміз. Неге? Өйткені көптеген адам қазір өмірден түңіліп, көбінесе ауыл жақтарда жаңағы осы менің басыма жазған осы екен ғой деп отырып, қиыншылықтарға төзбей, өмірінің жаңағы тірі болып жүрсе де, бірақ алға қойған мақсат армандар жоқ адамдар көп. Сол адамдардың барлығына үлгі болатын бірден-бір осы Айгүл ханым сияқты азаматшалар. Сондықтан да ешқашанда берілуге болмайды бұл өмірде. Тоқтап қалмаңыздар, Айгүл ханымнан үлгі алыңыздар. Өз бизнестеріңізді ашып, заманауи білімге құштар, соны сіңіріп, жаңағы болашақта өз кәсібіне енгізем деген азамат пен азаматшалар көп болсын. Сіз де өзіңіз тағы айтып өтсеңіз, болашақ жаңағы кәсіпкер болғысы келген қаншама қарындастарымыз бар. Айтатын өсиетіңіз болса. Мен балама да айтамын. Қалған 3 бала кішкентай, үлкен балама айтамын, адам өмірге келген соң нормально жасау керек деп ше. Жаққа қыдырамын десем айтамын, не алу, достойно болып қыдыру керек деп айтамын да, сол үшін адам дұрыс жасау, өмірге келгеннен соң әдемі жасау керек, әдемі жасау үшін кәсіп жасау керек. Дұрыс айтасыз. Сол шығар. Мен енді қазіргі кезде қалған жеріңе барасың, достарыңмен артта қалып қалмайсың, қатарыңмен бірге жүресің. Сол ғой енді. Өмірдегі басты қажеттіліктердің біреуі да, деп ойлаймын енді. Ақша деген керек емес дүние деп айтамыз, бірақ соның өзі керек нәрсені көп жерде, көп нәрсені шешіп жатады. Сол үшін кәсіп жасау керек. Біреуге не болмау үшін, жаңағы қарап отырып, балалардың біреуге кіріптар болмау үшін, балаңды қалаған жерде оқытуың үшін, мысалға, мен солай ойлаймын. Жасау керек солай. Қарындастарымызға айтатын тағы да, мысалы, берілмеңіздер деген бір ұран сияқты өзіңіздің. Мен бәр кәсіпті жасадым деп жаңа айттым. Бәрін жасадым. Саженцы да саттық, гүл де саттық деп айттым. Күйеуім екеуміз біз көп. Мен күйеуім сондай күшті, шустрый, жақсы сауда жасайтын, сол кісіден үйрендім ше. Емесі, мен де мүмкін бір мектепте қазір айлыққа қарап өмір сүрер едім, біреудің балаларына миымды шашатып отырар едім. Сол кісіден үйрендім. Сол енді берілуге болмайды қазір жаңарудың заманы. Жаңару үшін жаңа не қылу керек, ұмтылу керек. Балаларымызды артқа неге қалдырмау керек. Әйелдің бірақ арманы бар, ол балалар. Балаларды көкке шығару үшін барынша қимылдау керек деп ойлаймын. Өте жақсы айттыңыз, рахмет. Жетістік жобасы жалғасуда. Біз Айгүл ханымның екінші бизнесіне кетіп бара жатырмыз. Каждый шақтарыңыз Инстаграмда. Дұрыс, сонда көрінді, адамдардың бәрі көріп отырады. Сонан көріп арқылы сізге де қазір, бізге қазір шымкенттіктер көп жазылып жатыр да. Инстаграм деген бәрі жақсы ол, сіздің қолыңызда телефон бар ғой. Бұл сіздің саудаңызды жүргізуші де. Біз
құр бос ана басқа заттарды қарап бос уақыт өткіземіз ғой. Мынаған сіз жаңағы жарнамаңызды қоса беріп отырып нетсеңіз, адамдар көреді де сіз туралы мысалы, күміс па? Күміс десе, о, ана жақта Айгүл ханым бар. Содан алу керек деп есінде алып, соған барады да, көрдіңіз бе? Оның өзі өйткені қаншама адам осы жерде отырады, телефонда отырады. Бұның өзі бір қазір сондықтан сіз бұны көрсетіп, міне маған новинка келді, мынандай келді деп прямой эфир қосып көрсетіп отырсаңыз, адамдардың бәрі уж подписчиктерді жинала бастайды. Соны сіздің новинка келгеніңізде де сол жақтан да қаншама адам келеді. Олардың бәрі сол сіз потом мынандай қойыңызшы. Опрос келеді ғой адамдар, қайдан біліп келдіңіз мені, қайдан көрдіңіз деп сұраңызшы. Соны көп айтады, или инстаграмнан көрдім, или былай жай келдім десе, соны салыстырып көресіз қандай неме екен. Ну, ана баян сұлуда болады енді, бір-екі клиенттер. Сіз мен айтамын, инстаграмға салмайын, бір келе бер деп. Жоқ, негізі салу керек те. Түсіндіңіз бе? Ол көреді, біреу көреді, біреудің подписчигі көреді, ол көреді, соны сөйтіп келе береді. Сондықтан салыңыз. Ана жолы MyWaffle бар ғой, мороженое жасайтын жігіт, соны Қайрекең барып жарнамалап берді ғой, мысалы, инстаграмына салып. Сразу ертеңді Өскемен, басқа қалалардан давай франшиза сатшы, давай, или бізде істейікші деп. Иә. Көрдіңіз бе, сонда адамдар шығып отыр. А сіз алып мынандай сауданы істеп отырсыз неше жылдан, бірақ тығып қойып отырсыз да. Короче, мен басқа немеге шықпаймын деп. Соны қолдану керек негізі. Мұныңыз? Маған бүйтіп қараймын да, жоқ, болған попыткалар. Не алсам, өңшең мен сияқты сататындар ма деп қоямын да. Шынман, өңшең сондай ғой. Вот это подписалась, если бүйтіп қарасам. Ол да бірдеме сатқысы келді. Ой, или же услуга, сондай ғой. Шетелде қош дейді. Жоқ, ол ақырын жинады сіз. Оған төзім керек. Мен өзімде қазір 2600 мысалы, мен білмедім тоже Инстаграм бұрын. Ақырын еткізе бердім. Қазір мен мынандай жинап алатындар бар, который Telegram деген программалар. Олар подписчик жинап береді. Бірақ ол қажет жоқ та, живой болмаса. Өзіңіз жинағаныңыз жақсы да, живой қылып. Я мен баламда не алған еді, біреуге не алып берейін ба деп. Кім біреулер, мына жерде қыздар, жас қыздар, ой, үшін жас қыздар істейді бұл жерде. Солар айтты, ой, мындай болады. Саған қызық, оғыларға қызық емес болуы мүмкін. Жоқ, қызық емес. Бола береді, оны сала беру керек те. Негізі күміс деген жақсы ғой. Сіздің арқаңызда кольцо тағып, әйелім рахмет айтып жатыр сізге. Сіздің енді бәр жерде жүрген жердің бәрінде көрсетіп жүреміз. Жана кольцомды жаңағы жіберіп қоямын ғой, әйеліме жіберіп қойсам, 1 апрель никому не бер деп сенбей жатыр да. Сен тағып алып өтірік істеп жатсың деп қояды да. Мен айтамын, жоқ, рас. Сіз Алматыда тұрасыз ба, или семей? Алматыда. Міне, жаным кольцоға қалай сіз айтқаннан кейін тағып алдым, сен 1 апрель бүгін сенбеймін. Оны ертең қайтадан жіберу керек, или 3 күн подряд. Иә, содан бар. Сондай қызықтар болып жатыр. 3 күн подряд немесе. Сіздің, мен өмір тақпағам ба? Өмір тақпағам. Жаңа сіздің энергетикаңызды, сіздің неметіп отырғаныңызды көріп, адал ақ жүректігіңізді көріп, сізден бір нәрсе алғым келіп кетті. Жақсы саудаңыз. Негізі көп адамдарға айтып тұрмын ғой, сіз қазір үлгісіз. Ол сондықтан біз сіздерді көрсеткіміз келеді. Неге? Өйткені адамдармен көп сөйлесеміз ғой, мысалы. Ой, ақшам жоқ, или саудам жоқ, біраз қиыншылық. Өкімет кінәлі, анам кінәлі, или анам, бәрі өзі ғана кінәлі емес, бірақ басқа адамдар бәрі кінәлі. Бірақ, соның бәрін жеңіп келе жатсыз ғой, көрдіңіз бе? Жеңіп келе жатсыз. Өксінде, несіне ақтыртынан. Мен бір жаңағы местаға салғаным болып қалды ғой, мен уже. Білмейтін. Саудаға, иә? Білмейтін саудаға салғым керек. Білмейтін саудаға салып қажет жоқ, иә, дұрыс айтасыз. Кейін екі жақта да істеу дұрыс емес па деп. Екі түрлі нәрсені, ақша көп табам деп. Иә, фокус кетіп қалады дейсіз ғой. Сондай болады. Енді анау не, сол не ағып жүрді? Бардым да, болмайтын ақшаға жайым саттым да. И бол, андай өтінбей қойды. Ойламай да бар. Но кеше сіздер айтқан кейін Салтанат айтып қалды, сонда сіз осынша жылдан бері. Кейін мен ойландым үйге барып. Мен даже ұмытып та кеткен екен сондай қиындықтардың болғаны үшін.
деп сіздер үйге барған кезде ойладым, мен есімде шынмы? Иә. Даже ұмытылып та кетті да. Иә. Айттым, Алматыда Гүлде саттық деп. қайсен жоқ. Жаңағы мені қайтып неге қайтып не Бизнеске алып келген. Қайсен айбат деген. Екеуі күшті пара, мені пара. Айгипатия екенбіз. Мен болғанда сөйтіп, бұлай сол аз неменен жүре беретін бедім, мейлі жүретін. Сондай болады ғой. Иә. Мен болмады ғой, банкрот болдым деп банкрот болып көтермедім мысалға. Кейбір адамдар себепші болып жатады сонда, бизнестің жүруіне. Ол адамның өзіне де байланысты, жақын тартып, адал таза істесеңіз, ондай адамдарда кез кетті жолыңызда. Ада көп қой, кейбір адамдарға сеніп тапсырса, товарын етпей, уақытында бермей сондайда. Сіз уже өзіңізді жақсы жағыңыздан көрсеткеннен кейін адамдардан. Мысалы мен айтып тұрмын ғой, бірінші күні көрдік, уже ат шығып, ортаға сабаққа да келіп, потом қазір міне сізге келген сайын сізді жақын тартып, уже баяғыдан білетін адам сияқты кіші немеге кіріп кетеді екенсіз, жақсы. Қыздар айтады, мына жерде қыздар, мен айттым, мен ертең неге сүйім деп жатырмын деді. Қыздар айтады, сізге картегірдің оқисы ба не дейді, мен күн картейді. Күн картейді деп қойды. Дұрыс. Так, енді онда сізге инстаграмды кіргізу керек бізге, Алла қаласа. Содан кейін барып біз бүгін талдаймыз да, тағы да барып түсіріп алғанда нақты заданиялар береміз. Содан сіз соны орындаңыз, Алла қаласа, жарай ма? Сіз болып, біз болып, жетістіктен жаңағы жетістікке тағы да бірге жетейік. Көбейтіп, басқа құралдарды қосып, жаңағы саудаңыздың жүруіне себепші болсақ, біз Q4 бизнес мектебі оған қуанамыз да. Содан бізде өмір бақи біргесіз енді, біргеміз. Қандай қиыншылықтар, жаңағы немелер болса, бізге ондай хабарласып, или біз осы жақтан өкілдікті ашып жатырмыз, ғанда көрдіңіз ғой офиста. Сол жерде келіп, жаңағы араласып, жаңағы бизнес жайында сұрақтарыңыз болса, сөйлесіп, араласып тұрсақ болады. Алматыға келсеңіз, біздің офисқа да келіңіз. Ол жерде де үлкен келіп тұрған кезде де. Ауылда көп кәсіптерді істеп кетуге болады ол жақта. Егер сіз ойыңыз болса сондай, іс барысуда тоже ойымыз бар бір нәрсе ашуға. Бірге барып, давайте атқарайық бірге соны. Без проблем. Ол мысалы біз бүйтеміз, біз сіздерге көмектесіп, ашып беру, продвигать ету жағын бәрінен көмектесейік. Оны есептей көрейік, ол прибыльный ма, прибыльный емес па, ертең минусқа кетіп қалмайсыз ба, соның бәрін есептей көрейік. Бізге ештеңеңіз керегі жоқ, ашып, жаңағы жанында бәріне көмектесеңіз. Жарай ма? Сөйтсек те болады. Маған мынандай ол жерге баня, менде баламда даже несі бар оның? Планы ма, проектісі? Проектісі бар, қанша адам келеді, қанша не алады, қанша не істейді деген ше. Сондай проектісі бар. Давайте. Баламның ойы просто сондай, үлкен қылып не ашады да, кейін ол жақта халықтың даже жағдайы жоқтардың даже душуда жүрді да. Иә. Соның мына жағына ұзын, душевой. Кейін душевой бәрібір не қалған соң, мына жағына мойка дейді, машина. Автомойка, иә. Үлкен жер емес, бірақ сол жердің оның бәріне сыйдыруға ше. Неменесі орындарын көріп қойдыңыздар ма? Орындар көріп қойған кезде барып не қылды да, андай прям мен барып, мен күйеуім көріп, енді баламмен қайта-қайта айтып жүрген емес, мама не қылады, сол күшті көп. Біз ашпасақ, ол басқалар ашады. Ашады. Сондай деп айтады ма? Сол анан айтады, соны не аламыз да, мына жаққа жаңа не аламыз. Сөйтеміз да, мына жақтан, ол жақтан балдар қыдырып тұршы қалаға келеді ше. Адамдар, иә? Әдемілеп ше, алдына жаңа пальмалар қойып, мына жағына батут, бассейн қойып, мына жаққа развлекательный центр сияқты қылып, аз жерге случайно істеуге болады. Ол жақта бәрі гурмандар тамақ. Ол бір тамағын істеп қоясың, екі первый, второйды істеп қоясың. Мен ол жақта первый, второй деп айтсам, мен балам айтып, ол жақта лаваш. Лаваш жоқ, өйткені ол самса, мен күйеуім сол жақта самсаға барады сол жаққа. Самса жеп келеді, иә. Самса жеп келеді. Мен оның достары да, мысалға, қалада мен білем де сондай кісілерді. Самса жеп қайтады. Сол жақтан, иә? Иә. Енді ол жақта лаваш жоқ. Лаваштан кейін арзан. Лаваш деген донор ғой? Донор. Донор дейсіздер. Иә, біз донор дейміз. Иә, лаваш, иә. Ана кім кеше фастфуд бар ғой, мобила, сол кісілер жақсы жасайды екен тоже. Иә, ол кісілердің көрсеңіздер болады мысалы.
ол кісілердің рецебімен сол жаққа апарсаңыздар ма сол жақ? Не сол атменен де солай. Иә. Сол Бір-бірлеріңізге септігі тиеді де осы жерде. Көрдіңіз ба, біздің істеп жатқан жетістік жобасы осы да. Сіз сияқты кәсіпкер, не лаваш па? Давай бірігіңіздер, сізге бір нәрсесіне көмектеседі ашқанына. Зато ол орнын сол жерден уже алады да, ол сата береді болмаса. Зато сізге мына жақта бизнесін жүре береді. Иә. Мына жағда жүре береді, мына жағда сізге айтып тұрмын ғой, еще көмек тиеді. Қалай? Мысалы, ана жеріңізге ақша жетпей жатыр ма? Давай мен көмектесейін ақша. Бірақ мына местен мен алайын мысалы. Сіз оған беріп қойсыз, сіз басыңызды қытырмайсыз. Потом ар жағында ақырын давай мына жерден сен сатып тұр, бірақ ақырын орнын ақша ақырын беріп тұр мысалы. Мына зданияларды саған кезде де сөйтеді ғой, заранее алады да, орын сатып тастайды мысалы. Потом соның ақшасымен істей болады мысалы, көрдіңіз ба? Енді сіздерге барғанда басты сол может сол баня болып кетсе. Мен ойладым, ана инвестор келіші. Енді сондай шығар деп ойладым. Ана сұрақ қойғанымда сол мақсат не деп шығыр. Мақсат не, или же енді солай. Бізге мысалы бәр жерде көп қалай теория айтыла береді де. Сіз оны потом шықтыңыз, ол сол жерде жанас, ол потом қалады сол жерде. Или басыңызда қалады, бірақ оны іске асырмайсыз. А біздің көздеген мақсатымыз Q4 бизнес мектебінің қазір осыны іске асыру. Қалай? Сіз біз боп, давайте мына істейік. Заданиялар беріп уже, теорияны бердік, енді давайте осыны істейік, іске асырайық. Сонда ғана нәтиже болады да, іске аспаған күннің өзінде сізде сол берілген теория практика жүзінде іске асқан кезде ойыңызда қалады. Көрдіңіз ба? Ең біздің нетіп отырғанымыз. А бірақ оны іске асыруға тырысамыз ғой. Сіз бар, біз бар мысалы. Давайте деп іске асыруға болатын жағын қарастырып тырысамыз да. Ой, сізбен жақсы разговор болды. Жетістік жобасы Шымқалада жалғасуда. Біз Айгүл ханымның бүгін бизнесін, екі бизнесінде ішінен көріп, ол кісімен өте жақсы сұхбат алып, ол кісімен көптеген біздің әйел қауымына, қыздарға, қарындастарымызға үлгі болатындай, үлгі өнеге болатындай сұхбат алып қайттық деп ойлаймын. Бізбен бірге болыңыздар. Жетістік жобасы Шымқалада әлі де жалғасуда. Болашақта осы бір ай бойы Айгүл ханымның өзінің ойлары бар екен, бизнес жайлы құрып жүрген бизнес пландары бар екен. Сол бизнес пландарды іске асыруға, жетістікке көшуге атсалысатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.